YouTube желісі жайлы көп түсіндіру қажет емес, себебі қазір YouTube желісін кішкентай балалардан бастап қарт кісілерге дейін қолданады. Желінің қолданылу аймағы өте кең. Біз бұл видеосабақтарда YouTube желісін қашықтан оқытуда қолдану мүмкіндіктерін көрсетеміз. Басқа желілер секілді YouTube желісі де тіркелуді талап етеді. Алайда егер сізде бұған дейін Google аккаунт ашылған болса, онда сол логин мен құпия сөзі жарамды болады. Себебі YouTube желісі де толығымен Google өнімі болып табылады. Ал Google'дан аккаунт ашу жолы осы видеоның сипаттамасындағы сілтемеде көрсетілген. YouTube желісін қашықтықтан оқытуда толыққанды қолдану үшін ең алдымен YouTube каналын ашу керек. Ол үшін браузеріңізде youtube.com сайтына кіріңіз. Оң жақтағы жоғары бұрышында YT батырмасын басыңыз. Мұнда сіз Google'дан ашылған өз аккаунтыңыздың логин және құпия сөзін көрсетесіз. Желіге кірген соң қайтадан оң жақтағы жоғары бұрышындағы профиль үстіне басып, создать канал батырмасын басыңыз. Ашылған терезеде начать батырмасын басасыз және каналдың атын көрсетесіз. Ол аккаунт ашу кезіндегі көрсеткен өз атыңыз немесе басқа ат болуы мүмкін. Содан соң канал жайлы бірнеше мәліметтерді көрсетуге болады. Профильдің суретін орнату үшін загрузить изображение батырмасын басып, компьютеріңізден сурет таңдайсыз. Сондай-ақ каналдың сипаттамасы және бірнеше әлеуметтік желіңіздің сілтемелерін көрсетуге болады. Барлығын көрсетіп болған соң сохранить и продолжить батырмасын басыңыз. Бұл баптауларды кейінірек орнатсаңыз да болады. Егер осы бетті көріп тұрсаңыз, сіздің YouTube'тағы жеке каналыңыз ашылды. Енді сіз өз каналыңыз арқылы видеолар жүктеу, тікелей эфирлер ұйымдастыру, немесе қосымша табыс табуға да болады. Бұл амалдарды жасауды келесі видеосабақтардан көре аласыз.